Баршаға сәлем. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын блинчиктердің рецептімен бөлісетін боламын. Құрамына ешқандай ас содасы қосылмайды. Бір жасағаннан шығады. Дәл осындай тесік, яғни ажурный блинчиктер болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болып, арнама қосылып, қолдау білдіріп отырсаңыздар, менен күнде жаңа рецепттер шығатын болады. Ал ендеше бірге дайындайық. Алдымен бізге 3 жұмыртқа салып аламыз. 3 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Қанттың барынша майда түрін таңдасаңыздар, өте жақсы тез еритін болады. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып болған соң, үстіне жылы сүт құямыз. Жылы сүтіміз міндетті түрде жылы болуы маңызды емес, бірақ та барынша үйдің сүтін қолдансаңыздар, дүкеннің сүтін қолданатын болсаңыздар, 3,2% сүтті қолдансаңыздар жақсы болады. Кейіннен үстіне сұйық май қосатын боламыз. Сұйық майымыздың үстіне ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алып, 1 шай қасық, яғни 10 грамм разрыхтелімізді салып, біркелкі, яғни түйіршіксіз болғанша жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде түйіршік қалдырмастан араластырыңыздар. Міне көрсетіп тұрмын. Енді ыстық қайнап тұрған суды құямыз. Қайнады немесе жылы су құюға болмайды. Міндетті түрде қайнап тұрған ыстық су құюымыз керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің сұйықтығымыз осындай болды. Енді кезекте пісіруге өтеміз. Достар, керекті заттардың құрамын толықтай описание бөліміне жазып кетемін. Сол жақтан таба аласыздар. Қызып тұрған тапамыздың үстіне майламастан сала берсеңіздер болады. Көлемін өзіңізге үлкендіктерін өзіңіздің қалауыңыз бойынша жасай бересіздер. Мен қатты үлкен қылған жоқпын. Осындай кішкенте бір ожаумен құйып, міне көріп тұрсыздар, оңай алынады асты. Осындай ажурный тесік болып, әдемі болып піседі. Бірінен соң бірін осылай құйып пісіріп аламыз. Астын аударғаннан кейін екінші беті тез піседі. Қарап тұрыңыздар. Міне 2-3 минут тұрған жоқ. Тез пісіп қалды. Екінші блинчиктерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Достар, егер де менің арнам сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, қолдау көрсетіп, подписация басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сіздерден қолдау болса, менде әрдайым жаңа рецепттер болады. Көптеген пайдалы рецепттер шығаратын боламын алдағы уақытта. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Мені көріп тұрғандарыңыздай, дәл осылай барлық блинчиктерімізді бірінен соң бірін қайтарып осылай пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің блинчиктеріміз пісіп шықты. 25-26 шамасында менде шықты блинчик. Көріп тұрғандарыңыздай, арасының барлығы пісті. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Өте дәмді. Ал бізге ас болсын. Келесі кездескенше.